Сәлем достар. Сіздермен бірге Аймирек Асылзат қызы. Бүгін біз сіздермен бәліш пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: жұмыртқа, қант, тосап, ванилин мен қопсытқыш, ұн, сары май. Қанша мөлшерде керек екенін видеоның астына жазып қалдырамын. Құрғақ шұңқыр ыдысқа 2 жұмыртқаны салып араластырамыз. Сосын қантты салып ергенше қозғаймыз. Көпіру міндетті емес. Еріген сары майды, одан кейін ванилин мен қопсытқышты қосамыз. Енді сұйықтыққа ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың 3-тен 1 бөлігін алып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Форманың үстіне пергамент қағазын төсеп, қалған қамырдың 3-тен 2 бөлігін жаямыз. Енді тосапты құйып шығамыз. Тосаптың орнына джем алсаңыздар да болады. Тосаптың үстіне жаңағы тоңазытқышқа салған қамырымызды үккіштен, яғни теркадан өткізіп шығамыз. Бәлішімізді 180 градусқа қызып тұрған пеште 40-45 минут беті қызарғанша пісіреміз. Бәлішіміз піскен соң бетіне әсемдік ретінде қант ұнтағын септім. Міне достар, біз жасаған бәліш осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видеомыз ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.